Әссәләму алейкум. Бүгінгі тақырып шәмсия және қамария әріптері. Кейде араб сөздерінің алдына оның нақты нәрсе екенін білдіру үшін әл артиклі қосылып жазылады. Яғни әлиф, ләм әріптерінің бір сөздің алдында келуіне байланысты оның ләм әріпінің оқылып-оқылмауы тұрғысынан араб әріптері шәмсия және қамария әріптері болып екіге бөлінеді. Шәмсия әріптері 14, қамария әріптері 14. Егер әл артиклінен кейін шәмсия әріптерінің біреуі келсе, онда ләм әріпі оқылмайды және шәмсия әріпі шәддаланып оқылады. Шәмсия әріптерін жаттаудың қажеті жоқ. Құранда ол подсказка ретінде келеді. Яғни ләм әріпінің үстінде сукун болмаса, ләм әріпін оқымаймыз және келесі әріптің үстінде шәдда тұрады, яғни сол әріпті біз шәддалап оқимыз деген сөз. Енді мысалдарға келетін болсақ, әттину, әссәләму, әр-рахиму, әддину, әш-шәһру, әс-сабиру, әз-захиру, әл-ләйлу, ән-нуру, әз-зәкру. Байқағандарыңыздай, бұл мысалдардың ішінде ләм әріпінің үстінде сукун қойылмаған және келесі әріптердің үстінде шәдда қойылған, демек бұл шәмсия әріптері екенін білдіреді. Келесі қамария әріптері. Егер әл артиклінен кейін қамария әріптерінің біреуі келсе, әлиф, ләм әріптерінің ләм әріпі сукунды болып оқылады. Яғни Құранда әл артиклінде ләм әрпінің үстінен сукунды көретін болсақ, онда оны оқимыз және келесі әріптердің қамария әріптері екенін білетін боламыз. Мысалға назар аударсақ, әл-ибилу. Әл-ибилу. Бұл жерде хамза тұрғандықтан әл-ибилу деп қосып оқымаймыз. Әл-ибилу. Әл-бәйту. Әл-джибалу. Әл-алиму, әл-ғафуру, әл-қадиру, әл-кәусару, әл-мәлику, әл-вәдуду, әл-ямину. Егер сабақ ұнаса, арнамызға тіркеліп, өзіңіздің құрбыларыңызбен бөлісіңіз.